Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы менің отаным Қазақстан. Тілдік бағдар біріккен сөздер. Жаңа сабақты бастамас бұрын алдымен мына бейне материалға назар аударайық. Менің отаным Қазақстан. Мен отанымды сүйемін. Қазақстан мен үшін, менің ата-бабаларым үшін өте қасиетті мекен. Осы елде дүниеге келіп, еңбек етіп, білім алып келеміз. Және қазақ тілінде сөйлеуді, қазақ халқының салт-дәстүрлерін білу міндетіміз деп санаймын. Менің еліме деген махаббатым жүрегімнің түкпірінде жатыр. Отанға деген адал махаббатты қандай заң, қандай құбылысы болсын өшіре алмайды. Бүгінгі күні Қазақстан бақыт ордасына айналып отыр. Құс ұясыз болмайды, адам отансыз болмайды дейді. Ал менің отаным сонау Каспийден бастап Алтай тауларына дейін созылып жатқан қасиетті өлке. Біздерде Абылайдың саясаткерлігі, Қабанбайдың ерлігі, Қазбектердің биліктері, Жиренше шешендердің шешендігі, Абай Махамбеттердің ақылдылығы бар. Оған қоса ата-бабалар мұра етіп қалдырған асыл қазына жеріміз бар. Біздің жерімізде кең, қасиеті ғана емес, қазба байлығымен дүниежүзінің алдыңғы көшін бастауда. Мен егеменді елімнің ертеңімін. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай атамыз айтқандай, отанымның жарқын болашағы үшін өз үлесімді қосуға тырысамын. Сабағымыздағы оқу мақсаты: тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу. Сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Отан, туған жер ұғымдарын қалай түсінесіздер? Қазақстанның елордасы туралы не айтар едіңіздер? Бүгінгі Қазақстан туралы ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Иә балалар, дұрыс айтасыздар. Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Қазақстан ол ел егеменді, тәуелсіз мемлекет. 136 ұлт өкілдері тұрады. Және Орта Азияда орналасқан бай мемлекеттердің бірі. Отанды сүю отбасынан басталады демекші. Біздің отанымыз әрқашан даму үстінде. Сөз жасамда сөздер түрлі бөлшектерден тұрады. Сөз құрамына қарай дара сөздер және күрделі сөздер болып екіге бөлінеді. Дара сөздер дегеніміз бір түбірден тұратын сөздер. Күрделі сөздер кемінде екі түбірден жасалып, бір мағынаны білдіретін сөздерді атаймыз. Сөз тұлғасына қарай түбір сөз, туынды сөз, біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер, тіркесті сөздер болып бірнеше түрге бөлінеді. Енді балалар, соның ішінде біріккен сөздерге тоқталайық. Біріккен сөздер екі не үш сөз бірігіп, бір ұғымды білдіретін және бір сұраққа жауап беретін күрделі сөз. Мысалы, Қызылорда, Айгүл, Үшқоңыр. Тұлғасы өзгертілген біріккен сөздер бірге жазылады. Мысалы, бүгін, биыл, қыстыгүні, жарғанат. Екінші, еш, әр, кей, бір, қай, әлде сөздері есімдік үстеулермен тіркесіп келгенде бірге жазылады. Мысалы, әрбір, әлде қашан, біркелкі, кейбір. Үшінші, екі түбірден құралып, ғылымның әр алуан саласында саяси, әлеуметтік, биологиялық, астрономиялық, химиялық,
терминдік мәнге ие болған атаулар бастапқы түбір тұлғаларын сақтап бірге жазылады. Мысалы, баспасөз, өнеркәсіп, көкжиек. Төртінші, екі кейде үш түбірден құралған аң, құс, жан-жануар, құрт-құмырсқа, өсімдік атаулары түбір тұлғалары сақталып бірігіп жазылады. Мысалы, тасбақа, бірқазан, аққұтан. Бесінші, жер-су аттары түбір тұлғалары сақталып бірігіп жазылады. Мысалы, Ақтөбе, Ұлытау. Алтыншы, екі түбірден құралып терминге айналған техника, шаруашылық, тұрмыс, мәдениет, өнер, спорт салаларына қатысты зат, құрал, жабдық, ұғым атаулары мен әр алуан мамандық, кәсіп, қызмет иелерінің аттары бірігіп жазылады. Мысалы, шаңсорғыш, ақсүйек, жолсерік. Жетінші, екінші сыңары аралық, тану деген сөздер немесе бірінші сыңары фото, электр, радио, авто, авиа, аэро, кино, гидро, транс, ультра, инфра, ал екінші сыңары қазақ тілінің сөздері болып келген тіркестер бірге жазылады. Мысалы, халық аралық, жаратылыстану, фотосурет, автоқалам, ультракүлгін. Сегізінші, еш, әр, кей, бір, қай, әлде сөздері зат есімдермен тіркескенде бөлек жазылады. Мысалы, еш адам, әр бала, қай зат, кей адам, бір жұмыс. Сабақ түсінікті болса, бірінші тапсырманы орындап көрейік. Жоғалған сөздерді тап әдісі. Бағалау критерийі. Біріккен сөздерді сәйкестендіріңіз. Дескриптор. Біріккен сөздердің емлесін түсінеді, біріккен сөздерді сәйкестендіре алады. Олай болса, оқушылар, екінші тапсырманы орындап көрейік. Көп нүктенің орнына тиісті біріккен сөздерді тауып жазамыз. Аңдарға байланысты, құстарға байланысты, өсімдіктерге байланысты, жер-су атауларына байланысты біріккен сөздерді жазамыз. Бағалау критерийі. Берілген сөздерге тиісті біріккен сөздерден мысалдар келтіру. Дескриптор біріккен сөздерді ажырата алады, тиісті сөздерге мысалдар келтіре алады. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда біздің құтты мекеніміз, ата мекеніміз Қазақстан туралы және тілдік бағдар, біріккен сөздер. Біріккен сөздер дегеніміз не? Қандай жағдайда сөздер бірігіп жазылады? Міне солар туралы біраз ақпарат алдық деп ойлаймын. Олай болса, оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.